Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ең дәмді құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмыртқа, сары май, қант, тұз, жылы сүт және ұн қажет. Ұнға қант және тұзды салып жақсылап араластырамыз. Ортасына ойық жасап аламыз. Осы ойыққа жұмыртқаларды жарып саламыз. Енді жұмыртқаларды араластырамыз. Бірден ұнның бәрін біріктіріп, қамыр илеудің қажеті жоқ. Осылай жұмыртқаларды араластырып жатқанда, ұн өзі жабыса бастайды. Осындай әдіспен ұн жұмыртқамен бірігіп, қою қамырға айналады. Құймақтың қамырын дайындағанда ең жиі кездесетін проблемалардың бірі ұнның жеңдектелуі салдарынан түйіршіктердің пайда болуы. Ал егер осы әдіспен дайындасаңыз, қамырыңыз бір текті түйіршіксіз болып шығады. Міне қамыр қоюланды, енді сүт қосу қажет. Сүтті бірден емес, бірнеше бөліктерге бөліп қосамыз. Ұнның бәрі бірікті, енді қалған сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Қамыр біртекті массаға айналды, енді май қосамыз. Сары майды ерітіп құямыз, жақсылап араластырамыз. Егер сүт салқын болса, сары май қатып қалады, яғни біртекті араласпайды. Сол үшін сүттің жылы болуы маңызды. Сол үшін сүтті арнайы жылытып алу керек, тым ыстық болып кетпеуі қажет. Құймақтың қамыры дайын, міне осындай сұйық болып шығады. Енді пісіруге кірісеміз. Құрғақ табаны жоғары отта қыздырып аламыз, майлаудың керегі жоқ. Әр құймақты құярдың алдында қамырды араластырып отыру қажет. Өзіңізге қажетті өлшемдегі ожауды алып, қызып тұрған табаға құймақты тегістеп құямыз. Құймақтың беті қатып, тесіктер пайда бола бастаған кезде екінші бетіне ауыстырамыз. Ең бастысы құймақтың шетін жыртып алмау керек. Ол үшін ағаш таяқша немесе осындай силиконды қалақша пайдалансаңыз өте ыңғайлы. Құймақтың екінші бетін 30 секунд пісірсеңіз жеткілікті. Құймақ ыстық кезінде сары май жақсаңыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.